Бүгінгі жұма уағыздың тақырыбы адалдық мұсылман болмысының айнасы дейді. Адалдық, ықылас жайында болады ғой тақырып, иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Әддил аманата иля маниттамака. Әддил аманата иля маниттаманака. Аманатты саған сенім білдірген кісінің аманатын тапсыр дейді. Уәлә тахун ман ханака. Біреу саған қиянат жасаған болса, сен оған қиянат жасама дейді. Аманат, құрметті жамағат, не түсінеміз? Алла субханаху ва тағала бізге ең үлкен берген нығмет және ол аманат, ол ислам дініміз, иманымыз. Бұл аманат. Алла субханаху ва тағала бізге берген ең үлкен аманаттардың бірі құлақ, көз, тіл, жүрек, денсаулық, қол, аяқ. Бұның барлығы аманат. Оның сұрауы бар, аманаттың сұрауы бар. Бойдағы күш-қуат, ол да аманат. Алла Тағала біреуге байлық берген, зеректілік берген, ақыл берген, даналық берген, білім берген. Оның барлығы аманат, бауырлар. Ертең қиямет күні біз білеміз, Алла Тағала үш кісіден сұрайды екен. Алла нығметті берді, Алла білім берді, Алла дүние берді оларға. Осы үш нәрседен сұралады. Егер де бұл нәрседен, бұл үш сынақтан өте алмаса, Алла сақтасын, тозаққа кетіп қалады. Біріншіне, ғалым, қари, Құран жаттаған. Алла оған зеректілік берді. Алла оған сол оқуды мүмкіндік, жеңілдік берді. Бірақ сол іліммен не істеді? Орнына қойды ма аманатты? Алла бұйырған нәрсесін жасады ма? Осыдан сұралады. Алла білет барлығын. Сол уақытта менің ризалығы үшін не істедің деген уақытта, осы сұрақ қойылған уақытта әлгі қари ғалым айту мүмкін. Хадисте келеді бұл. Сахих хадисте. Аллаға мен Құран жаттадым, халыққа Құран үйреттім дейді. Раббымыз жоқ деп айтады. Жоқ деген мағынасы не? Бұл жерде Құран үйреттің, дұрыс. Құран жаттадың, ол да дұрыс. Бірақ менің ризалығым үшін оқымадың ғой дейді. Жүректің аманатын бермедің ғой деген мағынасы ғой. Бауырлар, жүректің аманаты Алланың ризалығы үшін жасау. Жүректің аманаты сол. Әрбір ізгі амал істесек, тек қана Алланың ризалығы үшін жасау керек. Басқа дүниемен нәрселер араласып кететін болса, онда жүректің аманатын біз тапсырмадық. Алла субханаху ва тағала тағада дүние берген жомарт кісіні алып келеді. Жомарт ол адамдардың алдында жомарт болды. Бірақ Алланың алдында жомарт болмады. Алла оған дүние берді. Сонда Алла сұрайды: менің ризалығым үшін не істедің деген уақытта, мен сенің ризалығы үшін дүниемді жұмсадым дейді. Мешіт салу мүмкін, медресе салу мүмкін, мектеп салу мүмкін, түрлі жақсы ізгі амалдар жасау мүмкін. Бірақ жоқ дейді. Раббым, Алла Тағала оны қабылдамады.
Өйткені оның мақсаты басқа болды. Оның мақсаты адамдардың алдында жомарт деген атауға ие болу үшін. Адамдар оны мақтау үшін жасады. Алла қабыл етпейді, бауырлар. Бір кісі Алланың жолында соғысты, тіпті шәһид болып кетті. Не дейді? Алланың ризалығы үшін не істедің деп сұралған уақытта ол айтады: мен сенің ризалығы үшін жанымды тапсырдым, жанымды, нәпсімді құрбан еттім деген уақытта Алла қабылдамайды екен. Өйткені ол Алла үшін жасамады. Алла үшін жасау керек бүкіл амалды. Ол жүрек, бауырлар. Жүректің аманатын берік болайық. Қайбір амалда рия араласса, рия дегеніміз адамдардың ризалығы үшін жасау, адамдарға көріну үшін, адамдардың атақ, мансап алдында осындай атақ, мансапқа ие болу үшін құлшылық жасайды. Ол қабылданбайды, өкінішке орай. Ал енді көздің аманаты, Алла Тағала бізге көз деген нығмет берді. Оны өз орнында жұмсау керек. Алла тыйым салған нәрсені қарауға болмайды. Алла Тағала рұқсат етпеген нәрсеге қарауға болмайды, бауырлар. Біреудің әуретіне, кемшілігіне қарауға болмайды. Біреудің кемшілігін аңдуға да болмайды. Құлақ деген нығмет берді. Он құлақтың аманаты түрлі өсектен, ғайбаттан, жаман нәпсіге ұнайтын, адамдарды азғыратын сондай өлеңдерден сақтану керек. Тіл деген нығмет берді. Ол тіл Алланы еске алу үшін, ол тіл дүниелік ақыретке пайда келтіретін нәрсе үшін жұмсау керек, бауырлар. Осы аманат. Аманатты орындау керек. Құлшылықтағы ықылас жайында, бауырлар, біз айтатын болсақ, ықылас құлшылықтың негізі. Егер де қанша құлшылық жасасақ, сол құлшылықта ықылас болмаса, амалымыз қабыл болмайды деген. Мынау Шейх Ибн Атаилла Сакандри былай әдемі мысал келтіреді. Ықылассыз амал дейді, денесіз рух сияқты дейді. Денеде рух болмаса, жан болмаса, дене тірі болмайды, бауырлар. Дәл солай, амалда ықылас болмаса, амалдың пайдасы жоқ. Сол үшін ғұламалар былай дейді. Имам Ғазали рахимулла керемет хадис келтіреді өзінің кітабында. Ол хадис манасы былай. Жәбір радиаллаху анхуны жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: сендер Мәдина қаласында бір кісілерді қалдырып кеттіңдер дейді. Сендер Алланың ризалығы үшін жол жүрдіңдер дейді. Алланың дұшпандарымен бірге соғыстыңдар дейді. Бірақ сол Мәдинада қалдырып кеткен кісілер дейді, сендермен сауапта ортақ дейді. Өйткені олар дейді, үзірлі болды, ауырды дейді. Ауырған себепті жорыққа шыға алмады дейді. Енді қараңызшы, қандай кереметті. Егер де біздің жүрегіміз шын ықылас болатын болса, және сол амал жасауға бір түрлі кедергілер өзір шығып қалатын болса, сол істі жасамасақ та сауапқа ие боламыз. Алла сауап береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Мән хамма би хасанатин, кімде-кім бір ізгі амал, жақсы амалға ниет қылды, істеймін деп шешім қабылдады, фалам я'малха,
оны бірақ орындамады, түрлі себепті. Үзірлі болды. Орындауға мүмкіндігі болмады. Бірақ мүмкіндік келсе, мүмкіндік болса, оны орындайтын еді. Кутибат лаху хасана дейді. Оған бір сауап жазылады дейді ағайындар. Бір сауап жазылады. Сонда біздің ұстаздарымыз былай дейді ғой. Бір жақсылыққа ниет қыл, ұтылмайсың. Егер Алла субханаху тағала жақсылыққа ниет қылғанына қарай, сол істі жеңілдік берсе, сол істі орындауға нәсіп етсе, онда бір сауаптан 700 есе дейін көбейтіледі дейді. Ал егер де мүмкіндік болмай, оны орындай алмасан дейді, бір сауапқа ие боласың дейді. Ұтылмаймыз, бауырлар. Алла жомарт. Әрбір нәрсеге жақсылыққа ниет қылайық. Сонда тағы да Абу Кабша Әл-Мариден жететін риуаятта былай хадис келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ықылас жайында, ниет жайында 4 кісінің мысал етеді, бауырлар. Бір кісі дейді, Алла бір кісіге мал берді, және білім берді дейді. Алла бір кісіге дүние берді, және білім берді. Сол біліммен, дүниесімен қызмет қылды дейді. Алланың ризалығы үшін қызмет қылды. Алла берген білімін халыққа таратты. Жақсылыққа шақырды, жамандықтан қайтарды. Алла берген дүниесімен түрлі жақсылық нәрсе жасады. Халыққа пайдалы болды. Керемет нәрсе ғой. Екінші кісі дейді, Алла оған білім берді, бірақ дүние бермеді. Сонда білім берілген кісі былай айтады екен: Раббым, пәленше кісі секілді, пәленше кісіге берілген дүние маған берілсе, мен сол секілді түрлі жақсылық жасайтын едім дейді. Көріңіз ба? Жақсылыққа ниет қылады. Пәленше бай кісіге ол жомарт, ол Алланың ризалығы үшін дүниесін жұмсайды. Дәл солай, Раббым, маған дүние берсең, мен сол секілді халыққа пайдалы бір іс жасаймын. Мешіт саламын, медресе саламын, көпір саламын. Халықтың игілігіне сол дүниені жұмсайтын едім деп ниет қылатын болса, бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: олар екеуі де сауапта ортақ дейді. Қараңызшы. Екеуі де сауапта ортақ. Біреу сол Алла оған дүние берді, және сол істі жасады, оның сауабын алады. Біреуге Алла дүние бермеді, бірақ ниетінде сол нәрсе болды. Бірақ Алла Тағала ниетіне қарап, оған сол жақсылықты беріп қояды екен. Бауырлар, не үшін десеңіз, өйткені Алла субханаху ва тағала бізге нығмет берсе, дүние берсе, ол Алладан. Алла субханаху бүкіл дүние мүлік Алланыкі. Байлардың қолындағы дүние ол Алланыкі. Алла берді оны. Жомарттың қолдарында дүние ол Алланыкі. Сол үшін Алла бізді нені қалайды, білесіздер ма? Бізден ықыласты қалайды, ықыласты болды қалайды. Ал енді бір кісі бар дейді. Алла оған дүние берген, бірақ оған білім бермеген. Білім жоқ ода, шариғи білім жоқ та, халал адалды білмейді. Бірақ сол Алла берген дүниемен күнәлі істер жасайды. Әртүрлі дүниені жамандыққа жұмсайды, нәпсін қандыру үшін түрлі күнәлі жасайды ғой. Айын екінші кісі, ода білім жоқ, және дүние жоқ қой. Еш нәрсесі жоқ. Және бұлай армандай деген. Мына нәрсені қалай деген. Алла маған анау кісі сияқты дүние берілгенде, мен де сол секілді күнәларды жасайтын едім дейді ғой. Мен де сол секілді әр жерге қыдырып, өзіме ұнайтын нәрсені жасайтын едім дейді. Бауырлар, қараңыздар. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: екеуі де күнәда ортақ деп айтады.
екеуі де күнәда ортақ дейді. Сол үшін жақсы ниет қылайық бауырлар, жамандыққа ниет қылу бауырлар. Соны нақтылап жүрекпен ниет қылу, егер сол нәрсе болса, сол нәрсені істейтін едім деген жүрегінде ой болатын болса, онда күнә болады. Былай ғой, бұны ғалымдар былай мысал келтіреді. Бір кісіне арақ ішуді ниет қылды. Арақ ішуді да. Сөйтіп, сол ниетімен дүкенге барды дейді да. Дүкенде қарасы арақ қалмаған ғой. Көрдіңіз ба? Ол іше алмады. Іше алмағандығы үшін өкінді. Оған бір күнә жазылады дейді ағайындар. Бір күнә жазылады. Не үшін? Егер ондай болса, ол нәрсені ішетін еді дейді да. Ал енді ізгі амалдарда да, бауырлар, қараңыз да, жүрегімізде шынай ықылас болса, бір кісіге жәрдем берейін де ниет қылдың. Дұрыс па? Сөйтіп ақшаңды жинадың. Садақа берейін деп ниет қылсаң, оның жағдайын біреу өтеп қойған екен. Сіз бермесеңіз де не? Сауапқа ие боласыз, бауырлар. Сауапқа ие боласыз. Соны орындағандай не сауапқа ие боламыз. Алланың кеңшілігі ғой. Тағы да бір хадистерде Абу Умран ау-Джауниден жететін риwayatта біз ізгі амал жасасақ, періштелер сол ізгі амал жасаған қуанып аспанға көтереді деген ағайындар. Аспанға көтереді. Сөйтіп айтады. Сөйтіп бір періштелердің бірі айтады. Бұның бағанда амалы қабыл емес дейді ғой. Әлгі періштелер сол ізгі амалдарды көтерген періштелер таң қалады деген. Не үшін? Неге деп? Біз ізгі амалды жасаған көрдік қой. Куә болдық қой деген уақытта сонда Алла Тағала былайда деген бауырлар. Бұл нәрсені менің ризалығым жасамады дейді. Менің ризалығым жасамады дейді. Көріңіздер ме бауырлар? Алла Тағала егерде сол амалды ықылас болмаса қабылдамай деген. Енді бір періштелер бір кісі жайында айтады. Бұның амалы аз ғана амал жасағанда, сонда Алла Тағала айтады деген, мына кісіге сауапты көп жазыңдар дейді ғой. Сауапты еселеп жазыңдар деп айтады. Соңында періште таң қалып айтады. Раббым, бұлардың амалы ондай амал жасамады ғой дейді да. Сонда Алла Тағала айтады, бұның ықыласы, ниеті болған дейді да. Ниеті тура болған ағайындар. Сол істі жасамаса да, бірақ ниетінде сол нәрсе болған дейді. Ізгі амал жасауға ниеті болған. Көріңіздер ме? Алла Тағала ниетімізге қарап, амалға кейде сауап жазып қой деген. Омар радиаллаху анху былай дейді, амалдардың ең жақсы дейді, Алла фарыз еткен амалды орындау дейді. Және Алла арам еткен нәрседен сақтану дейді. Ол ниеттің шыншылдығы, ниеттің шынайы ниет болса, Алланың алдында ол қабыл деп айтады. Және хадис келеді бауырлар. Бұл хадис имам Ахмад жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Ма мин роджулин якуну лаху саата мин лайли якумуха. Бір кісінің түнде тұратын бір сағаты бар дейді. Яғни түнде тағажүд намазы оқиды дейді. Нәпіл намаз ғой, қосымша құлшылық жасайды. Бірақ ниет қылып, тағажүд намазына ниет қылып, ұйықтап қалады дейді. Бар ғой, ұйықтап қаламыз кейде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Фаянаму анха
илля кутиба лаху аджру салатихи дейді. Ұйықтап қалатын болса, сол намазды оқығандай сауап жазылады деген. Сол намазды оқығандай сауап жазылады деген, бауырлар. Тағы бір хабарларда былай дейді: Ниятул муъмин хайру мин амалихи. Мұсылман ниеті кейде амалдан жақсырақ болады дейді. Бұны қалай түсінеміз, бауырлар? Кейде ниет, қараңыз, ізгі амал жасауға ниет қылу амалдан жақсырақ болады дейді. Не үшін десе былай екен ғой. Адам кейде амал жасайды, ниет дұрыс болады да, ниеті Алла үшін болады. Бірақ амалдың барысында ниеті өзгеріп кетеді ғой. Ниеті өзгереді. Адамдардың үшін жасайды. Адамдардың ризалығын жасап қою мүмкін. Нәпсін жоғары қою мүмкін ше. Сонда амалы бұзылады екен да. Ал ниет қылса, ол жей нәпсінің үлесі жоқ екен, бауырлар. Өйткені бұл сыр ғой. Пенде мен Алланың арасында сыр. Оны ешкім білмейді, бауырлар. Мысалы, бір кісі айта ала ма? Мен ниетмен мына өшіп қалды микрофон ше. Мен айттым емес. Ниет, ықылас, ол пенде мен Алланың арасында сыр ғой. Оны ешкім білмейді. Бір адам өзінің ниетімен рия қыла ала ма? Қыла алмайды, бауырлар. Кім айтады, мен ниетімде деп ше, ниетімен ешкім рия қылмайды. Өйткені ол жасырын. Ол ниетінде барды. Сол ниет Алланың ризалығы болғандығы үшін Алла оған сауап жазып қояды деген. Ниетте ешқандай рия араласпайды. Сол үшін мұсылман ниеті кейде не ізгі амалдан артық болады деген. Бауырлар, ниет жайында, ықылас жайын тақырып, өте кең тақырып, ғажайып тақырыптардың бірі ғой. Кейде имам Ғазали рахималла дейді, бір итағат жасайсыз ғой, ниет қылумен көптеген сауапқа ие болады дейді. Мысалы былай ғой, қараңыз, мешітке келді, мақсаты не? Мешітке келу. Ниет жаңарту керек дейді. Әрбір мешітке келген уақытта мен мақсатым сабақ үйрену, дінді үйрену, уағыз тыңдайын деп ниетпен отырсақ, бір сауап дейді. Одан кейін артынша сол отқан уақытта мен ниетін намаз күту десе, екі сауап дейді, бауырлар. Және сол ниетте анау нәфіл иътикаф деген нәрсе бар бізде. Нәфіл иътикаф дегенде бір сағат болса не, Алла үшін мен бүкіл ықыласымды Аллаға арнайыншы деген ниет болса не, оған тағы да үшінші сауап жазылады, бауырлар. Көрдіңіздер ма? Одан кейін ол намаз оқиды. Намаздан кейін истиғфар айтады. Яғни бір итағат құлшылық болса да, намазға келу мақсаты болса да, бірақ та түрлі жақсылықтарды ниет қылатын болса, ниетіне қарап сауаптар көбейе береді. Және имам Ғазали рахималла былай дейді, бауырлар, мысалы мубах істер бар. Мубах дегені шариғатта рұқсат берілген істер. Онда күнә жоқ, сауап жоқ. Тамақтану не? Сауап жоқ, күнә жоқ. Бірақ та сол тамақтанған уақытта мен бұл мақсатым намазға күш қуат алу үшін, отбасында адал аспен асырау үшін сол ниетпен жесеңіз, ол сауапқа айналады деген. Бауырлар, тіпті ниетті былай дейді. Имам Науави айтады, егер моншаға түсер кезде, моншаның ыстық оты, ыстық пары, тозақтың отын еске түсіреді. Сол үшін барсаңыз не, ол да сауап болады деген ғой. Қараңыз ағайындар. Тіпті не, ерлі зайыпта бірге болған уақытта мен өзім ар намысын сақтау үшін, зинадан өзімді сақтау үшін сол ниетпен қосылатын болса не, оған да сауап болады ғой. Әрбір іске сауап болады. Ол қашан бірақ? Ниетті дұрыстаған уақытта. Ниет Алланың ризалығы үшін болған уақытта, бауырлар. Сол үшін
оған немқұрай қарамайық. Әрбір істе жақсылық ниет қылып қояйықшы, бауырлар. Қолымыздан келмесек те мешіт салуға ше, бір алдында бір мешіт салуға ниет еттіңдерші. Алланың ризалығы үшін дүние келсе соған деп айтшы. Істемесең де бір сауап. Өйткені Алла көріп тұр ғой сіздің ықыласыңызды. Алла біліп тұр ғой ықыласыңызды. Құрметті жамағат, біздің жұма уағызының тақырыбы бітпеді, бірақ та уақытымыз бітіп қалды. Алла Тағала баршамызға пайдалы ілім берсін. Құрметті жамағат, бізде осы мешітте аптасына 2 рет сабақ болып жатыр. Жұмада және сейсенбі күні келіңіздер. Құда намазынан кейін ғой, әртүрлі сабақтар болып жатыр. Жан тазалығы, хадис ілімі, терең білім таратылып жатыр. Құрметті жамағат, келіңіздер. Құрметті жамағат, одан кейін тағы да мынау кітап бар, Тәжул Арус деген кітап. Шейх Ибн Атауилла Сакандари нәпсі тәрбиелеудің асыл тажы деген кітап. Осы кітап Алланың ризалығы үшін біз аударып шыққанбыз негізінде. Енді еңбек бағалану керек. Осы кітап алам деушілер мешіттің сыртында тұр. Бұл кітаптан көп пайда аласыздар деп үміттемін. Ғұламалар айтады бұл кітап жайында. Кім бұл кітапты оқып жақсылыққа өзгерсе, біз оған таңғалмаймыз дейді. Ал кім жақсылыққа өзгермесе, сол кісіге таңғаламыз деп айтқан екен ағайындар. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха иллаллах, настағфирука ва натубу илейк. Алла қабыл етсін ағайындар баршамыз.